Быйыл бір емес 3 бой жеткен Қазақстан аруы атанды. Әдетте жыл сайын тәж бір қызға ғана бұйыратын. Неліктен бұл жолғы сайыста 3 жеңімпаз бар? Видеоны соңына дейін тамашалаңыз, жауабын тарқатып айтамыз. Ал бұған дейін каналға жазылып қоңырауды басып қояйық. Сонымен, биылғы байқау несімен ерекше? Бұған басты себеп тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен Қазақстан аруы байқауына 25 жыл толуы. Жалпы байқаудың финалына 28 ару өткен болса, 5 бойжеткен үздік атанған, ал жеңімпаз онлайн дауыс беру арқылы анықталған. Нәтижесінде Қазақстан аруы тәжі Назерке Қармановаға бұйырды. Ол енді әлем аруы байқауында Қазақстан намысын қорғайтын болады. Ол бұған дейін Ақтөбе аруы атанған. Тағы 2 бойжеткен Анна Глубаковская мен Айдана Ағантаеваға да ару тәжі тағылды. Олар да әлемдік деңгейдегі байқауларға Қазақстан атынан қатысады. Ал үздік бестікке ілінген Данагүл Қарабай мен Қарлығаш Сексен қызы вице-мисс атанды. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.